Ыбырай Алтынсарин әңгімелерінен біз өзімізге көптеген ғибрат, көптеген өнеге алған болатынбыз. Осыған орай бізде көптеген қызықтыратын сұрақтар пайда болды. Сондықтан біз мектеп ұжымымен сұхбат жүргізген болатынбыз. Ендеше сіздің назарларыңызға сұхбат нәтижелерін ұсынамыз. Ыбырай Алтынсариннің мейірімді бала әңгімесінде Сейіт жанына қаншалықты батса да өзінің ауырғанын анасына көрсетпейді. Тура солай өзіміздің эмоциямызды басқаларға көрсетпеу, шығармау дұрыс деп ойлайсыз ба? Менің ойымша кей кезде дұрыс. Мысалы, Сейіттің жасаған ісі бұл үлгі тұтарлық іс, себебі ол өзінің ауруын анасына көрсетпеу арқылы анасының ауруын тағы еселеткісі келмей анасының өмірін құтқарып қалды деуге де болады. Ал кей кезде өзіңді мазалаған сұрақтарды ата-анаңа қойып, немесе психологтармен сөйлесу дұрыс деп ойлаймын. Негізінен эмоцияны менің ойымша жасырмау керек. Өйткені егерде эмоция жасырылатын болса, уақыт өте келе ол адамның күйзелісіне алып келуі мүмкін. Өйткені эмоция дегеніміз ол табиғи процесс. Сол себептен оны әртүрлі шығару жолдарын табу ол адамға аса қажет. Өзіңіздің шын сезімдеріңізді көрсетпесеңіз, бұл біріншіден күйзеліске де алып келуі мүмкін. Ал күйзеліс сіздің денсаулығыңызға да әсер етеді. Меніңше адам ең бірінші кезекте өзінің денсаулығын бірінші орынға қою керек. Қазіргі таңда көптеген мәселелер, оның ішінде депрессия, стресс деп жатамыз ғой, ол эмоцияны шығармағаннан туындап жатады. Егер эмоцияны былайша айтқанда дұрыс жолда, яғни басқа адамдарға кесірі тимейтіндей, ұрыспайтындай, ұрмайтындай қылып шығарсаң, онда ол дұрыс. Өйткені адамның денсаулығында эмоция жиналған сайын ол кері әсерін тигізеді. Жағымсыз эмоциялардан құтылу үшін сіз мысалы спортпен айналыссаңыз, жүгірсеңіз, немесе әртүрлі өзіңіздің ұнайтын хоббимен айналыссаңыз жақсы болады. Кеңес алу, кеңес тыңдауға қалай қарайсың? Кеңес беру ол әрқашан дұрыс болады деп ойламаймын. Себебі ол адамның өмірінде не болып жатқанын сен дәл біле алмайсың, және де оған қазір қиын болып сенің кеңесіңе құлақ салмауы да әбден мүмкін деп санаймын. Аз жұмысты қиынсансаң көп жұмысқа тап боларсың деген түйінді ойға қалай қарайсыз? Менің ойымша бұл ой дұрыс. Себебі күнделікті шаруаны бітірмесең, ол шаруа бәрібірде жиналып, сенің істейтін міндетін арта түседі. Аз ғана оңай жұмыстан істегісі келмей, одан қорқып қалсаң, одан кейін ол барлығы жинала береді де бір үлкен істелінбейтіндей жұмыс болып қалады. Яғни аз жұмысты уақытылы орындау, мерзімінде орындаудың орнына ол адам өзіне одан да көп ауыртпалық түсіреді деген сөз. Дүние қалайсың табылады, сен оны білесің бе Антонаты? Өрмекші құмырсқамен қарлығаштай, еңбек қой күн көрудің басталабы. Табыс тартып талап еңбек, сенде қалма қамнан тер төк. Табыс тартып талап еңбек, сенде қалма қамнан тер төк. Суретшідей алдымызға талап қойып, мақсат пен армандарға біз жетеміз. Өйткені ұстазым бар оны ұштайтын, ұшқыннан жалын болып лаулататын. Табыс тартып талап еңбек, сенде қалма қамнан тер төк. Табыс тартып талап еңбек, сенде қалма қамнан тер төк. Миға айтқан асыл шөп сабыр аты, құтқарып қалады ол адамзатты. Әліптің артын баққан еті қалмас, адамның тәжі десек артық болмас. Табыс тартып талап еңбек, сенде қалма қамнан тер төк. Табыс тартып талап еңбек, сенде қалма қамнан тер төк. Өршіл болма, өскендердің өшірерсің, күшік болсын биіктерге өрмелерсің. Мейірім таулып табыс тартып еңбек, осыларға бәрін жеңбек. Табыс тартып талап еңбек, сенде қалма қамнан тер төк. Табыс тартып талап еңбек, сенде қалма қамнан тер төк. Тағылым, бізге жетті Ыбырай атадан ғибрат.